Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен туралған тауық етінен жасалатын өте жұмсақ болып шығатын котлеттер дайындайтын боламыз. Ең алдымен тауығымыздың етін турап аламыз. Кішкентай 4 бұрышты етіп, квадрат қылдырып, ұсақтап, жақсылап турап аламыз. Тауықтың еті не болмаса индейканың еті болады. Одан кейін сырымызды осылай үккіштен ұсақтап өткізіп аламыз. Міне осындай қылдырып, келесі пиязымызды да кішкентай етіп ұсақтап турап аламыз. Пиязды блендердан өткізсеңіздер де болады. Әсіресе пиязды жемейтін балалар болады ғой үйде кішкентай. Сонда блендердан өткізіп жерсеңіздер, пияздың дәмі де өзі де вообще білінбей қалады. Міне пиязымызды турап болдық. Барлығын бір ыдысқа салып алып, үстіне 1 жұмыртқа және 2 қасық майонезімізді қосып, үстінен дәмдеуіштерді қосамыз және тұзымызды қосамыз. Сосын кейін бәрін жақсылап араластырамыз. Енді осының үстіне крахмалды қосамыз. Және жақсылап бір келкі қылдырып, барлық жерлерін араластырып аламыз. Міне осындай болу керек сіздердің еттеріңіз. Енді қызып тұрған майда қазір қуыратын боламыз. Міне осылай қасықпен саласыздар котлеттеріңізді. Осы кезде салған кезде плиталарыңыздың ыстығын азайтып, баяу отта, орташа яғни отта котлетімізді қуырып аламыз. Ең қаттысына қоймаңыздар, себебі ең қаттысына қойсаңыздар, котлеттеріңіз піспей қалады да күйіп кетеді. Сондай қызарған кезде екінші жағын аударамыз. Міне, котлеттердің түрі өте әдемі болып шықты. Осымен біздің тауық етінен жасалған котлеттеріміз дайын. Котлет прям жұмсақ болып шығады. Әсіресе балаларға қатты ұнайды. Сондықтан міндетті түрде жасап көріп, бүлдіршіндеріңізді қуантыңыздар. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Ас болсын!